Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз қазақтың батыр қыздары. Суретте қазақтың батыр қыздары бейнеленген. Барлығымызға таныс болар, иә? Қазақтың батыр қыздары кімдер? Естеріңізге түсіріп көріңіздерші. Әрине, Мәншүк пен Әлия. Мәншүк Мәметова және Әлия Молдағұлова. Олар соғыста қандай ерлік көрсетті? Білеміз бе? Олардың ерліктерін еліміз қалай құрметтейді? Ойланып көрейік, иә? Олай болса, екінші тапсырмаға көшейік. Мәтінді тыңдап, негізгі ойды анықтаңдар. Қазір сіздерге тыңдалым мәтіні ұсынылады, соны мұқият тыңдаңыздар. Мәншүк Батыс Қазақстан облысының Орда ауданында дүниеге келді. Ерте жетім қалды. Алматыда тұратын ағайындарының қолында тәрбиеленді. Ұлы Отан соғысы басталғанда ол медицина институтында оқып жүрді. Ол 1942 жылы өзі сұранып майданға кетті. 21-ші атқыштар дивизиясында болды. Алғы шепте айқасқа түскен алғашқы күннен-ақ қаруластарын қайсарлығымен, табандылығымен, ержүрек батылдығымен таңғалдырды. Невель қаласын қорғау кезінде Мәншүк ақырғы оғы таусылғанша жауды жер жастандырып ерлікпен қаза тапты. Оның қасық қаны қалғанша қарысып баққан қас батырлығымен асқақ өлімі соғыс даласында да, еңбек майданында да әрбір отаншыл азаматтың жүрегінде ерлік жыры болып жаңғырып, жеңіс жалауын тезірек желбіретуге жігерлендіре түскені хақ. Ал келесі суретте көріп отырғандарыңыз Әлия Молдағұлова. Қазақтың қаһарман қызы, Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлова Ақтөбе облысының Қобда ауданында дүниеге келді. Бала кезінде жетім қалған Әлия ағайындарының қолында тәрбиеленді. Ол кішкентай кезінде Ленинградқа барып, соғысқа дейін сонда тұрды. 1942 жылы Әлия өз еркімен майданға аттанып, мергендер мектебін үздік бітірді. Алғаш шайқасқа ол 1943 жылы маусымда 2-ші Прибалтика майданының 26-ші атқыштар дивизиясы құрамында түсті. Ейфрейтор шенінде өз дивизиясымен барлық ірі шайқастарға қатысып, құралайды көзінен атқан нағыз мергендігімен дараланды. Ол алғашқы жауынгерлік тапсырмаларын Ленинград майданында 1943 жылдың шілде айында орындады. Алғы шепке сұранған ол қасында 3 майдандас қыздарымен бейтарап зонадан өтіп, 2 еңгезерде немісті тұтқындаған. 2 ай мерзім ішінде 32 фашистің көзін жойған. 1943 жылы Холм қаласы түбінде барлауға қатысып, нәтижесінде 5 тіл ұстаған, яғни 5 жаудың әскерін тұтқындаған. Холм түбіндегі асқан ерлігі үшін әскери комиссариат Әлия Молдағұлованы даңқ орденіне ұсынған. Оқушылар, аудио мәтінді мұқият тыңдап алған болсақ, келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма 5-ші тапсырма. Мәншүк Мәметова мен Әлия Молдағұлова туралы тұсаукесер дайындаңыздар. Яғни, бұл тұсаукесер деп отырғанымыз таныстырылым. Осы 2 батыр қызымызды, батыр апаларымыздың, батыр әпкелеріміздің кім болғандығы, қандай ерлігімен есте қалғандығы туралы таныстыру дайындайсыздар жазбаша түрде. Бүгінгі тақырыбымыз түсінікті болса, осымен сабағымызды аяқтаймыз. Батыр қыздарымыз туралы, батыр апаларымыз туралы, батыр әпкелеріміз туралы интернеттен қосымша мәліметтер іздесеңіздер болады. Сау болыңыздар.